Ассалаумағалейкум достар. Видеода сіздер қалай денеңізді үй жағдайында шығаруға болатынын көрсетіп боламыз. Олай болса достар. Денені шығару үшін сіздерге жасау керек жаттығулар өте көп болады үй жағдайында. Кейбіреулерімізде қазір қыс болып, сондықтан да туни жоқ болса, онда үйде кәдімгі отжимания соларды жасай беруге болады. Негізінен залға барардың алдында негізінен үйде жасау керек жаттығуды басында. Себебі залға барғанда сіз ешқандай дұрыс вес көтере алмасаңыз, онда үйде залға бару не істейсіз болса, кеттік. Сонымен достар, негізінен бірінші иықтан бастайық. Иық қармаған жаттығу ең біріншісі бұл. Осындай екі баклажканы аласыздар, сосын оның ішіне құм толтырып алып, осылай көтеретін боласыздар. I see changes. One thing about music, when it hits you feel no pain. And I swear I got this shit that I'm just saying. Осылай көтерген кезде негізінен бүкіл күш иыққа түседі, және иықтың артқы және алдыңғы бөліктеріне өте жақсы күш түседі. Соның әсерінен сіздің иығыңыздың артқы бөлігі және алдыңғы бөлігі өсетін болады. Тағы да иық қармаған жаттығу. Бұл жаттығуда сіздер қалай көтересіздер. Осы жаттығуды жасағаннан соң сіздерде негізінен өсетін иықтың артыңғы жағы. Өйткені сіздер осылай жасаған кезде күштің бәрі иықтың артыңғы жағына көп түседі. Келесі дененің бөлігі ол грудак. Грудак негізінен үсті және асты болып екіге бөлінеді. Одан кейін грудакты үйде жағдайында шығару үшін сіз міндетті түрде отжимания жасауыңыз керексіздер. Ол отжимания былайынан жасалады, бірақ та көбінесе менің өзімнің барлығы да осылай қателескен боламын. Емес былайынан. Бүйтпей емес, ішке кіргізіп, сосын жасауыңыз керек. Және де бұл кезде сіздер грудакты шығару үшін жаттығулар көрсетейік. Ол жаттығу мен кәдімгі отжимания. Ол кезде сіздер қолдарыңызды иықпен бірдей қылдырасыздар, бірдей деңгейде жасайсыздар. Қараңыздар. Сосын ол кезде сіздер 1, 2, 3, 4, 1, яғни 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Немесе өзіңізге байланысты 1, 2, 3, 1, 3 секунд сіз 1 секунд көтересіз. Немесе жай жасай берсеңіз де болады. Ең басты толық амплитуда жасауыңыз керек былай. Және де барынша таза жасаңыздар, сонда сіздердің грудактарыңыз өте жақсы шығатын болады. Одан кейін келесі жаттығу қолдарыңызды осылаймен ұстайсыздар. Былай. Аяқтарыңызды ашсаңыздар да болады, немесе ашпасаңыздар да болады. Сіздерге ашып көрсетейін осылаймен. Өзіңізге байланысты. Одан кейін тағы да сол қолыңызды ішке кіргізіп жасайды. Ішке қарай. Бұда да солай денеңізді тік ұстап, және де барынша төмен түсіп, және де барынша жоғары көтеруіңізге тырысыңыз. Сосын келесі бұл жаттығудан қарағанда күрделірек, және де ол кезде тура осылай, бірақ та қолдарыңызды былайынан шығарасыздар, артқа қарай. Денеңізді алдыға қарай шығарасыздар. Ада және сияқты. Және де бұл отжимания жасағанда сіздердің тек қана грудактарыңыз емес, трицепске де күш түсетін болады. Осы арқылы сіз грудактарыңызда да, трицепсіңізде де шығара аласыз. Бицепске арналған жаттығулар. Үй жағдайында негізінен ешқандай құралсыз, сіз өзіңіздің бицепсіңізді шығара алмайсыз. Сондықтан сіз гантельді аласыз. Содан соң осылай көтересіз. Сосын көтерген кезде былай қолыңызды кішкене алдыға жіберуді ұмытпаңыз. Осылай. Содан соң тағы сіз осылай жасансаңыз болады. Осылай екеуін ұстайсыз. Содан соң осылай біреуін бірінші көтересіз. Содан соң екіншісін көтересіз. Осындай бицепс шығарыңыз келсе, сіз онда осы жаңағы көрсеткен жаттығулардың бәрі жетпейді. Себебі сіз
әрқашан өзіңіздің максимум весіңізді алып отыру керексіз. Мысалы, сіз бастағанда 5 килограммдық гантельмен бастасаңыз, сіз ол гантельді бицепсіңіз үлкен болғанша істей берсеңіз, онда сіз олай бицепсіңіз үлкен болмайды, мүлдем өспейді. Сондықтан сіз гантельдің весін үлкейтіп отыру керексіз. Келесі ол трицепске арналған жаттығу, және айтып өткендей, ол грудакты айтқан болатынбыз, отжимание жасаңыздар. Сосын тағы да отжимание жасаңыздар. Отжимание жасаған кезде өздеріңізге лайықты қылып жасаңыздар, немесе көп подход, немесе аз подход. Сонымен достар, келесі бізде пресс. Пресске негізінен жаттығулар жасаған кезде деп айтады деп ойлап тұрған шығарсыздар. Біз ештеңе айтпаймыз. Біз пресске 3-4 видео түсірген болатынбыз, сол видеоларды көре салыңыздар болды. Келесі ол жасайтын жаттығуымыз ол бізде аяққа арналады. Өздеріңізге қанша ауырғанша, немесе өзіңізге байланысты осы жаттығу жасаңыздар, онда сіздердің аяқтарыңыз бұлшықеттері жақсы. Енді өздеріңізге программа жасаңыздар болады. Айтпақшы, сосын біз осыған арнайы программа шығардық. Ол ссылкасы төменде, бағасы 5000 теңге деп. Реклама ғой, ойлайды. Сонымен достар, видеомыз аяқталды. Достар, қайта-қайта видео өшіп қалып жатыр, сондықтан әртүрлі жерге түсіп отырық та. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ең бастысы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер біздің видеомызды көре аласыздар. Осымен видеомыз аяқталды, жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Сау.